Сәлем достар, сіздермен бірге Әсел Жұмабекқызы каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше, өте дәмді және тез дайындалатын рецепт ұсынамын. Егер каналыма қосылмаған болсаңыз, жазылып алыңыз. Толық рецепт видеоның астында қалдырамын. Ең алдымен кәдімізді үкіштің көзінен осылай өткізіп аламыз. Толық үкіштен өткізіп алғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп сығып аламыз, сол кезде артық шырыны шығады. Келесі кезекте жұмыртқамызды қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Сонымен бірге татымына қарай тұз, бұрышын қосуды ұмытпаймыз. Жақсылап араластырғаннан кейін ұнды қосамыз. Ұнды бір қасықтан салып отырамыз, өйткені түйіршіктер пайда болмауы қажет. Осындай қоймалжың консистенцияда құймағымыз дайын, енді оны қуырамыз. Алдын ала қызып тұрған майда бір ас қасықтан саламыз және екі жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Дәл осы рецепт бойынша сіздер де үйлеріңізде жасап көріңіздер, отбасыңызды менің рецептіммен қуантыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.